Ал енді арабтарға келейік. Арабтар не болып отыр? Пайғамбар. Олар да басқа адамдардан ешқандай айырмашылығы болмаған. Керек болатын болса, олардан да бетер зұлымдық болған арабтардың өзінде. Ең үлкен зұлымдықтары ол қоғамда қыздардан намыстану деген нәрсе болған. Қыздарды адам орнына қоймау деген нәрсе болған. Қыздарды тірідей құмға көму деген әдет арабтарда. Қазір енді бір тірідей бір нәрсені көмсең, қоғам бізде қабылдай алмайды ғой. Мысалға, қазір сіз бір итті тірідей көміңізші, сіз жеп қояды, өйткені имандарында. А ол кезде өзінің қызын көмсе де дұрыс нәрсе деп қарайтын болған ғой. Заңдарында сол рұқсат болатын болған. Әзіреті Омардың өзі бір нәрсе өткен жахилия дәуірінде бір нәрсе есіме түссе жылағым келеді, бір нәрсе есіме түссе күлкім келеді деген. Жылағым келетін нәрсем өзімнің қызымды тірідей көмдім дейді. Мен жерді қазып жатсам, менің сақалымдағы құмымды тазалап жатыр дейді қызым. Жүр, мен сені бір жерге апарам, ойнатам деп киіндіріп алып кете дегенде, апарып құмды қазып өзінің қыздарын көміп кете деген. Оның себебін біздің ғұламалар айтады, араб қоғамында қыз деген әйелдердің хақ құқығы болмаған ғой мүлде. Әйелдер мысалға, егер әкесі өлсе, анасымен бірге ұлдың иелігіне өтіп кете береді. Зина деген нәрсе жайылып кеткен. Енді Омар сияқты намысты адамдар ертең менің қызым да өсіп, жаман жолға түсіп кетіп, менің атыма кір келтіре ма деп көміп тастауы мүмкін. Немесе оларда сенім болған қыздар деген Алла тағаланың, Құдай сақтасын, енді айтуға да тіл бармайды. Періштелер Алланың қыздары деген. Періштелер Алланың қыздары. Енді бұл қыздарда періште, сондықтан да Аллаға барып қызмет етсін деген сенімде болуы мүмкін дейді арабтарда сол кезде. Періштелер Алланың қыздары деп сенген. Кішкентай қыздарым, бұлар да періште, біздің жаратушымызға қызмет етсін деп кішкентай кезінде қыздарын тірідей көміп тастайтын болған. Уала тақтулу ауладакум хашията имлақ. Алла тағала Құран кәрімде айтады, сендер кедейліктің себебіменен балаларыңды өлтірмеңдер. Тағы да бір себеп, қыздардың ешқандай пайдасы жоқ. Олар анда-мында жүреді, ертең жаманат келтіреді. Оларға ақша беріп, тамақ бергенше, менде еркек ұл болсын, ұл дұрыс болады, қыздар болатын болса, қыздардың бәрін өлтіріп, шығын деп көміп тастайтын болған ғой кейбіреулер. Құдай сақтасын. Сондай қолған болған. Ал екінші менің күлкім келетін нәрсем, бір сапарға шыққан кезде наннан пұт жасап аламыз дейді, құдайларын жасайды екен мүсінін. Сапарға шығамыз, сапарымыз ұзап, кейде адасып, қорегіміз бітіп, аш қалсақ, сол табырып жүрген құдайымызды жеп қоятынбыз, соған да бір миымыз жетіп дейді, өзі құдайымызды өзіміз қалай жейміз, енді мынаған қалай табынамыз. Пұтқа табынушылық сондай болған, өткен сабақта айттым ғой, Қағбада 360 пұт тұрған ғой. Әр ру өзінің пұтын Қағбаның ішіне әкеп кіргізіп қояды. Ең үлкен пұттың аты не деп аталған арабтарда? Лат болған. Пұтқа табынған. Араб елінде де Ибрахим пайғамбарымыздың жолында жүрген адамдар өте аз болған. Біреуі Зайд ибн Амир, ол кісінің ұлы, кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы болады. Содан кейін Уарақа ибн Науфал деген кісі. Пұтқа табынбай, Ибрахим пайғамбардың дінінде жүріп, Аллаға ортақ қоспай, ара ішпей, зина жасамай, тура жолда, жақсы жолда жүрген сол болған.